Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге граноланың рецептісімен бөлісетін боламын. Граноланы таңғы асқа жесеңіздер тойымды әрі күні бойы энергияға толы болып жүресіздер. Табамызға сары майымызды салып ертіп аламыз. Оттың асты жай болу керек. Майдың майлылығы 82% болу қажет. Табамызды оттан түсіріп, балымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Мен корица қостым, ол бірақ міндетті емес. Корица ерекше дәм береді, әрі иісі әдемі шығып тұрады. Енді осы қоспамызға овсянкамызды салып, аз-аздан саламыз. Бірден барлығын салуға болмайды. Сөйтіп, жай-жайдан салып араластырамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, сұлы жарнасын осылай салып шығамыз. Бір келкі жайып, үстінен басын қарап, жайып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 3 минуттай пісіреміз. Әр 3 минут сайын алып, сұлы жарнасын араластырып тұру қажет. Ол міндетті, өйткені өте жылдам піседі және күйіп кетуі әбден мүмкін. Менің гранолам пісіп шықты. Осындай қоңыр түсті болады. Бұл жерде мен грек жаңғағын майдалап турап қостым. Қалауыңызша әртүрлі жаңғақ қосуға болады. Толықтай граноланы суытамыз. Содан соң өзіңізге ыңғайлы контейнерде сақтасаңыз болады. Менің гранола рецептім ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.